мына қойдың аш жегін алып осылай өріп, ненің қуырдақтың үстіне тастаймыз. Мына шаш қылып өріп жатырмыз, шаш сияқты өріп. Қойдың аш жегін бірнеше рет жуып алдық. Міне мынаны былай етеді да, мынаның үстіне бүйтіп өре береді. Баяғыда қой сойғанда бұл қуырдақ жасаса қуырдақ жасайды, қуырдақ жасамаса осы шек қарының бәрін салып, асып пісіріп жейді, балаларға береді. Аш жегін, тоқ жегін бәрін тұқ қалдырмайды. Сирағына дейін бәрін. Қазір ғой алмайтын. Қуырдақтың бетіне салайық деп жатыр осылайға. Міне шектің бәрін өріп болдым. Осы шек қарында жемейді. Осы бүкіл витамин шек қарында, мынау қарынды шекті қазір балаларда, үлкен адамдарда, жастарда жемейді. Жеу керек осы. Бұның толып тұрған витамин бұның ішінде. Қазір осылардың бәрін саламыз қуырдақтың үстіне. Сосын бұл піскесіменен де аяқ болып қалады қазір. Үлкен болып баратса, ортасынан кесіп, піскеннен кейін кесіп жіберуге болады. Мынау ащы шекті осылай өріп, шашқып өріп салдық. Осылай бөлек-бөлек еткенше осылай болып піссін деп. Мана салған шегіміз әп-әйдік болған, қиттей болып қапты. Тамаша. Жұмсақ. Осылай біздің каналды қараңыздар, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз өте қуанып қаламыз. Неше түрлі осылай тағамдарды істейміз біз, сіздер қарасын деп. Рахмет қарағандарыңызға.